Исламда ата-анаға деген құрмет, ол Құдайға деген құрбет деп саналады негізінде. Шариғи тілмен айтатын болсақ, Алла Тағала қасиетті Құранда да тіпті айтады: егерде ата-аналарыңыз кәрілік үлкейсе, біреу немесе екеуі үлкейсе, тіпті ата-анаға уф дейді ғой, шаршадым деп ата-ананың бетінен қақпақ дейді. Ғалымдарымыз айтады, егерде уф деген, яғни екі әріптен тұратын, аз әріпте тұратын сөйлеу құрамы болса да, Алла Тағала соны бұйырар еді. Мысалы, уф деген екі әріп қойынды. Одан да аз әріпте тұратын сөз болатын болса, Алла Тағала сонда бұйыратын еді дейді. Бұл жерде ата-анаға кейіс білдірмей, ата-ананы құрметте деген аятты осы жерде негізге алып тұр. Ата-ананың батасын алу, оның жаңағы айтқандай разылығын табу, ұл менен қыздың міндеті деп білеміз. Жалпы шариғи тілмен айтатын болса, хадистерде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қазақшалап түсіндіретін болсам, қарапайым тіліне түсіндіретін болсам, жұмақты алыс нәрседен іздемеңдер дейді. Жұмақ өзіңіздің үйіңізде дейді. Кімде кімнің ата-анасы болатын болса, соған қызметін жасайтын болса, разы болып, сол ата-ананың батасын беретін болса, иншалла сен жұмақты өзіңе кепіл қылып алдың деген сөз дейді. Қартайды ма бағып, қағып, өзіңнің перзенттік борышымды өте деген сөз. Енді жалпы егерде ол тіпті терең кететін болсақ, адамның ғибадат құлшылығын қабыл болуы да перзенттің, оның ата-ананың разылығында деп келтіреді кейбір шариғи үкімдерде. Қасиетті Құранда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұбарак хадисінде келтірген осының барлығын. Сондықтан ата-ананың разылығын табу біздің борышымыз деп санауымыз керек.